ертең тамақтарын ұятпай жүрмесін. Уайымдама Шылтағасы. Бірінші рет қонақ күтіп жатқан жоқпыз ғой. Айтпақшы, мырзаға хабарластың ба? Әдетің ғой сенің ұмытып кете беретін. Иә, айттым. Жан дегенде жалғыз бауырым. Ұмытпаймын соны. Дұрыс бопты. Тамақ істеп отырсың ба? Иә. Істемей қойды ма? Бүгін кешке ағамыз үйіне қонаққа барамыз ғой. Естімедің бе несі? Жоқ, естіген жоқпын. Мен сияқты түгі жоқ бейшараны. Қайтсын олар? Бастысы мен естідім ғой. Екеуміз бір адамбыз ғой. Бәрібір, анау қатыны бір ауыз айтса болады ғой. Болды енді істемей қой тамақ. Кешке сол қонаққа барамыз. Бармайым мен. Соларақ қонақ шақырудан шаршамайды екен. Байлықтарының қайда шашарын білмей жүрді. Ақшалары тасып бара жатса, саған бөліп бермей ме? Жалғыз інісісің ғой. Әсия, нервін ойнатпашы мен. Міне, бірдеңе десең, нервіңді ойнатпа деп аузыңды жаба бересің. Бір тыйым бермейді ғой саған. Не үшін бір тиын беру керек олар маған? Күніңді көре алмай жүрсің ба? Жалаң ашсың ба? Қарның ашып жүр ма болмаса? Не, обязательно аштан өліп, жалаңаш жүру керек пе екен? Ағайынсыңдар ғой, саған бөліп берсе, бір жері қисайып қала ма екен? Қойшы, саған дауа жоқ. Келін қалайсыңдар? Марат қайда? Екеуіңді қонаққа шақырған едім, келмедіңдер ғой, тыныш па? Марат, шаршап келдің, бармайын деді ғой, ұйықтап жатыр. Бәрі дұрыс болса бопты әйтеуір. Я, дұрыс бәрі. Жарайды, жақсы. Тыныштық болды ағасы. Неге келмепті? Иә, тыныш. Марат жұмыстан шаршап келген екен. Сол демалып отыр дейді. Аман болса бопты. Қонақтарға қарай берсін. Мен ниетім дайын. Тамақ бол? Ау, сен қалайсыңдар? Жақсымыз жеңеше. Қалай? Қонақтарыңызды жақсы күтіп алып жатырсыздар ма? Жақсы аман есе. Неге келмедіңдер Әсия? Сендерді әбден күттік қой. Бізге не бар ол жерде? Сіздердің дәрежелеріңіз жоғары. Қонақтарыңыз да солай. Біз енді ол жерге сай келмейміз ғой. О не дегенің, Әсия? Мырзаған алып, қол ұстасып, бірге келмедіңдер ме? Бұлай алыстай беруге болмайды. Екі бауырдың арасын бірге жақындату, бізге, әйелдерге байланысты ғой жан. Жарайды. Жақсы отырыңыздар. Марат, сен солай жата бересің ба? Не болды менің айтқан әңгімелерім? Бір нәтиже бар ма, жоқ па? Не керек сен жаңа? Мен жұрттың қатындары құсап, жарқырап, киініп, қонаққа да бара алмаймын. Осындай бейшара болатындай. Мен кімнен кеммін, а? Жауап берші маған. Әсия, мүмкін сенің айтып отырғандарың да дұрыс шығар. Иә, дәл қазір мен сені үлдемен гүлдеге орай алмай жатқанда шығар. Бірақ күшкішілік, сабыр деген нәрсе болады ғой. Жөн түзу киімі жоқ дейсің. Үстіне киетін бір көйлекке зар болып отқан қаншама адамдар бар ғой. Соларға қарап тәубеңе келсей, кім айтты саған бейшарасың деп? Суыққа тоңып, аш-жалаңаш жүргендерге қарап шүкіршілік етсе, дүниесі көптерге қызға қарап өзің төмен санама. Бұл жалғанда ақшаға сатып алатын нәрселердің ешқайсысы да дүниенің кереметтері болып саналмайды. Өмір бізге ащысын бермесе, біз тәттінің қадірін сезбес едік. Адам мен адамның, бауыр мен бауырдың сыйластығына ешқандай дүниеде, ешқандай байлықта, жоқшылықта еш нәрсе кедергі болмауы тиіс. Осыны ұмытпашы. Атқан таңымыз бен батқан күнімізге шүкіршілік етуіміз керек, Әсия. Егер тату-тәтті болсақ, ауызбіршілігіміз мықты болып, ниетіміз тура болса,
Аллах тағала барлық байлықты үйіп төгіп өзі ақ береді саған. Күмәнің болмасыншы. Көре алмаушылық, қызғаныш деген нәрселерден аулақ болып, тек қана сыйластықпен өмір сүрсек, одан асқан бақыт та, байлық та жоқ қой.